Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Pinduoduo сайтынан қалай ешқандай каргосыз өзіңіздің тікелей адресіңізге қалай товар алдыру керектігін айтатын боламын. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай местоположение тұрған жерде менің өзімнің адресімдір. Яғни ешқандай каргосыз, ешқандай код сатып алмай-ақ өзіңіз атыңызды жазу арқылы товарды заказ бере аласыз. Енді ол үшін ең алдымен Play Market немесе App Store'дан жаңа пост деген программаны скачать етіп алатын боламыз. App Store'ға кіреміз. Осы жерге поискқа жазамыз. Жаңа пост. Бірінші шығып тұр. Осыны соткаңызға скачать етіп аламыз. Біз соткамызға жүктеп алдық. Енді регистрация жасайтын боламыз. Мына жерге өзіміздің қолданып жүрген телефонымыз жазатын боламыз. Енді астында кіру деген батырманы басамыз. Осы кезде сіздің соткаңызға код келетін болады, SMS. Соны осы жерге жазамыз. Так, 303 037. Міне кірілді. Енді басты бетке барамыз да, сол жерде сіз өзіңіздің жеке куәлігіңіздің алдыңғы фотосы мен артқы фотосын тіркейтін боламыз қойып. Оны тіркеудің себебі сіздер $5 орнына $4-7 алдыра алатын боласыздар. Міне осы жерге жеке куәлігіңіздің суреттерін қоямыз. Астында суреттің батырмасын басып, раздражить басамыз. Осы жерде мен кез келген бір суретті қоя салам, өйткені менің жеке куәлігім тіркеліп тұр. Осылайша суреттеріңізді енгізетін боласыздар. Одан кейін келесі мекен-жай таңдайсыз. Мысалы, мен Шымкент қаласында тұрам. Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, ары қарай 18-ші микрорайонды басатын болам. Ал астындағы мекен-жайға өзіңіздің толық мекен-жайыңыз жазасыз. Мысалы, 18-ші микрорайон, 46-ші дом деген сияқты толықтай адресіңізді жазып өтесіз. Енді астына өзіңіздің телефон номеріңізді жазасыз. Одан кейін астындағы жалғастыруды басамыз. Яғни осы жерде сіздің жеке куәлігіңізде қолыңыз қалай тұр, дәл солай етіп қолымызды қоятын боламыз. Осылай қойып аламыз да сақтауды басамыз. Қолымызды қойып болғаннан кейін астындағы жалғастыру батырмасын басамыз. Болды, сіздің жеке куәлігіңіз тіркелді, яғни сіз енді товарларыңызды $4-7 алдыра аласыздар. Яғни ешқандай код алмайсыздар, осы арқылы заказ бере бересіздер. Енді сіздер бөлімшені таңдайсыздар. Мысалы, мен Шымкент қаласында тұрам. Шымкент қаласында бізде 3 филиал бар. Мен өзіме жақын жерді таңдайтын болам. Еңбекші ауданы, Жібек жолын таңдаймын және сақтауды басамын. Сіздің келген товарларыңыз сол бөлімшеге баратын болады. Оның адресін мына басты беттен көре аласыздар. Сіздің затыңыз Қазақстанға келген бойда мына хабарлама батырмасына түседі. Мына жерде сіздің заттарыңыз тұрады. Мысалы, күтілуде, жолда келе жатыр, немесе шекарада тұр, соның барлығы көрсетіліп отыратын болады. Мына жерде филиалдардың мекен-жайы деген бар, осы басты бетте. Сол жерден өзіңіздің мекен-жайыңызды көрсеңіз болады. Енді сіздер Pinduoduo сайтына өзіңіздің Қазақстандағы адресіңізді тіркейтін боласыз. Ол үшін мына батырманы басамыз. Осы жерде добавить казахстанский адресті басатын боламыз. Осы жерде мына жерге өзіңіздің атыңыз жазасыз.
сізде мысалы индекс кодыңыз болатын болса индекс кодыңызды жазасыз, немесе ол жоқ болған жағдайда өзіңіздің аты жөніңізді латынша әріптермен жазып шығатын боласыз. Және бірінші тегіңізді жазасыз. Тегіңізді мысалы тегіңізді жазасыз да, одан кейін барып атыңызды жазатын боласыз. Жазылды. Енді өзіңіздің телефон номеріңізді жазатын боласыз. Одан кейін өзіңіздің қалаңызды таңдайсыз. Шымкент қаласын таңдаймын. Город Шымкент. Осы жерден районды Еңбекшинский район және 18-ші микрорайон таңдаймын. Ал мына жерге толықтай адресіңізді жазып өтесіз. 18-ші микрорайон, 43-ші дом немесе 46-ші дом деп өзіңіздің адресіңізді толықтай жазып өтесіз. Астына почтовый индексті өздері шығарып береді. Өзіңізге жақын почтаны индексін сіздерге шығарып беретін болады. Сохранитті басамын. Осылайша сіздер Pinduoduo сайтына өзіңіздің адресіңізді осылай тіркетін боласыз. Енді заказ беретін кезде сіздер мысалы бір наколекке кірейін, астында қызыл батырманы басамын. Міне осы жерде менің адресім шығып тұр. Және КамАЗдың сурет тұрған жерге басып, астында жаңа пост деген батырманы басамыз да, қызыл батырманы басамыз. Сол кезде осындай жаңа пост деп шығып тұру керек. Енді осы көйлектердің размерін түсін таңдап заказ беретін боламыз. Енді сіздер осы жаңа пост арқылы қандай товар заказ беруге болмайтынын көретін боласыздар. Осы басты бетке кіріп, тыйым салынған заттардың үстін басып көреміз. Осы жерде мысалы қарулар мен жарылғыш заттарды беруге болмайды. Астына түсе берсеңіздер алкогольді сусындар, жарылғыш заттар, дәрілер, тамақтар, жануарлар, өсімдіктер беруге болмайды. Осылай толықтай көріп шыға аласыздар, ішіне кіріп. Яғни сіздер осы затты берген жағдайда сіздердің заттарыңыз кешігетін болады. Яғни шекарада бұндай заттарды ұзақ уақыт тексеріліп, бір-бірлеріңіздің уақыттарын алатын боласыздар. Енді сіздерге Pinduoduo сайтынан берген затыңыздың қай жерде келіп жатқанын қалай көру керектігін айтатын боламын. Ол үшін жаңа постқа кіріп, тапсырыс деген жерін басамыз. Осы жерде барлық көрсетілетін болады. Мысалы бір товарға кірейін. Осының трек кодын алатын боламыз. КамАЗдың батырмасын басып, осы жерден трек кодын аламыз. Осыны копировать етіп алдық. Енді трек кодпен іздеу деген жерге қоятын боламыз. Осылай қойдық. Енді бұл заттың қай жерде келіп жатқанын көретін боламыз. Осылайша көретін боламыз. Менің затым уже келіп қойған, сол үшін бұл жерде жоқ. Осылай іздейтін боламыз. Енді сіздің затыңыз Қазақстанға келген бойда сізге сообщение келетін болады. Мына хабарлама батырмасына сізге келіп тұратын болады. Егер сіздерде дәл осылай $4-7 мен ешқандай код сатып алмай-ақ осылайынан заказ берсеңіздер болады. Сіздерге осы видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Алдағы уақытта Pinduoduo жайлы әртүрлі ақпараттар салатын боламын.